Қызылорда облысы Шиелі ауданында қазіргі таңда мынау құрал жабдықтарды, стройканың құрал жабдықтарын беретін арендаторларға айтатын, мынау жұмысы істелмей, ақшасын алмай, опалкаларыңды, мынау жаңағы электрический заттарыңды жаңағы арендаға беріп, үйлеріңде күні өткеннен кейін міне пәлен теңге қарызсын, түлен теңге қарызсын, болмаса сотқа берем, тауып беріңіз ақшаны деп, жаңа дикеңдеп, мына осындай үйді аралайтын арендаторлар шықты ауданда. Енді айтайын дегенім, бұл жаңағы сіздер неге алдын ала ақшасын алып, сөйтіп бермейсіздер заттарыңызды. Мысалы, 1 ай, 2 ай, 3 ай өткеннен кейін мына ақшасы көбейіп кетті, тез төлеңіз, болмаса мен сотқа берем, заң аясында шешем деп дикеңдеп үйіне келіп, жаңағы қоқан лоққы жасап, үйтем деп үйтем, қазір полиция шақырам, полиция жіберем, алаяқтық мошенничествомен сотталып кетеді, үйтеді бүйтеді деп, жаңа үйлерді аралап. Мынау сосын мынау налогтың бастығы Еркеғали Әбдірахмановқа айтатын, Еркеғали, мынау арендатор болып жұмыс жасап жүрген кісілер ИП ашқан ба, біріншіден. Екіншіден, қазір мына АСП-ны алу мақсатында комиссия құрылады. Сол комиссия құрылған кезде үйінде жеміс ағашына дейін бүкіл жаңағы жануары бар ма, жаңағы құсы бар ма, басқасы бар ма, бәрін есептеп, мынау шықпайды, шығады деп осындай қылып есептейді. Анау үйлерінде отырып алып, жаңағы 4 мыңнан 5 мыңнан күніге арендаға жалдап, жаңағы төлей алмаса дикектеп, полицияға беретін мынау арендаторларыңды мынау тексеріп жатсыздар ма сіздер жалпы? Ол кісілер тіркелген ба? Міне осы жөнінде мен білгім келіп отыр. Үйлерінде ақша тауып отырған, үйлерінен ашып алып. Енді мынау бағана алдына кіріп осы мәселені айттым, тексереміз, спискімен қадағалаймыз деп жазып алып жауап берді. Мынау арендаға беретін кезде затты, болмаса электрический жаңағыдай приборларды беретін кезде алдын ала сіздер ақшасын аласыздар ма, жоқ әлде бере салып 2 ай, 3 ай өткеннен кейін мені бермеді, мені сотқа берем деп дикеңдеуді сіздер әдет қылған ба? Мен түсінбей отырмын. Либо ол штраф өндіріп сотқа барып, жаңа миллиондарды алу үшін әдейі істеп отыр, либо білмей әдейі істеп отыр. Екеуінің біреуі отыр бұл жерде. Бұл да махинацияға жатады, құйтырқы әрекеттерге. Осы мәселені мен РОВД-ның басшысының назарына ұсынамын, Шиелі аудандық. Осы топтарды қадағаласаңыздар деп, мынау жаңағы чат группа, сосын OLX деген рекламный агентство жағын әсіресе. Өйткені себебі мынау әртүрлі аккаунт сайттармен шығады, әктеп береміз, үйтіп береміз, бүйтіп береміз деп. Алайда үйдің кезегіне тұрғызамыз деген сияқты сондай алаяқтардың несі көбейіп кетті. Осы мәселелерді мынау ақпарат көздері арқылы қадағалауды сұраймын. Шиелі аудандық РОВД-ның басшысына және Қызылорда облыстық ДВД-ның басшысына ұсынамын осы видеомды. Алаяқтардан, жаңағы құйтырқы әрекетпенен кәсіп істеп отқан кісілерден жаңағы қорғауды сұраймын.